Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы және мен Бөкеш Толғанай. Мен бүгін сіздерге аспан асты музейлері, яғни тарихи қалалар жайлы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мен бүгін сіздерге аспан асты музейлер өркениет тоғысқан тарихи қалалар атты өзімнің шағын лекциямды тартып өтетін, қабыл алыңыздар. Қазақстанның көптеген аймақтарында, әсіресе орта ғасыр уақытында, түркі кезінде біздің қазақ жерінде көптеген қазіргі сәтте аспан асты музейіне айналған көне қалалардың орны бар. Мен бүгін сіздерге сол қала тарихы, қала мәдениеті және оның бүгінгі күнге дейін жеткен дәуіріне дейінгі кезеңді айтып өтетін боламын. Ең бірінші сіздерге Сауран қалашығымен таныстырғым келеді. Сауран қалашығы жайлы ең алғашқы деректер 10-12 ғасырда кездеседі. Көбіне араб, парсы, грек, қытай деректерінде Сауран қалашығы жайлы жазылады. Сауран қалашығы 12 ғасырда Ақ Орданың астанасы болса, 14 ғасырда Әмір Темір билігінен кейін көбіне қамал ретінде қаралады. Сауран қалашығы жалпы өзінің архитектуралық кешені бойынша, өзінің құрылымы бойынша тарихи деректерде 7 қабат негізден тұрған деректері бар. Сауран қалашығының архитектуралық кешеніне мән беретін болсақ, араб жазбаларында оны 7 қатар қоршаумен қоршалған, ішінде 7 мешіті бар деген деректер кездеседі. Егер біз Сауран қалашығынан қалған қазіргі күндегі сазбалшықтан жасалған кірпіштік тоналарға қарайтын болсақ, онда біз сол уақытта өркениеттің дамығандығын көреміз. Сауран, Сығанақ, Түркістан, Отырар қалалары бұл жібек жолының бойында жүрген қалалар болғандықтан, оның құрылымы, өркениеті өте жоғары болған. Көптеген археологтар және тарихшылар оның жаңа кірпішті өру тәсіліне қарап, сол уақытта жоғарғы сатыда үй салу, яғни архитектуралық кешенді жетік меңгергендігі және геометриялық фигуралардың пропорциясын нақты білгендігін көрсетеді. Біз көріп отырған видеода медресенің ішкі көрінісі, жаңа Сауран қаласының ішінде медресе, мешіт, сауда орындары, тұрғын үйлер, көптеген су құбырлары болған. Біздің видеода көрілген бұл құбырлар қазіргі сәт тек қана бөлік болғанымен де сол күннен бізге мәлімет береді. Біз жалпы құрылым барысында онда рабаттардың бар екендігін, минареттердің бар екендігін көрген болатынбыз. Негізінен мен орта ғасырдағы қалаларды сізге айтып отқан кезде біз ислам дінімен тікелей байланыстырамыз. Өйткені 7 ғасырдан бері қарай ислам ықпалы бізге жоғары болды. Және архитектуралық кешендер, соның ішінде білім ошағы, үй тұрғызу болсын, жалпы мәдениетке ислам мәдениеті өте жоғары рөл алды. Біздің көріп отырған суреттерді, егер сіздер байқасаңыздар, бұл жерде жаңа тоқылған кірпіштің тоқылуы дейміз, кірпіштің жіңішкелігі күйдірілгеннің өзі жоғарғы сатыда көмкерілген. Егер біз Сауран қаласының сыртындағы қоршаған негізін солтүстіктен батысқа қарай 800, батыстан шығысқа қарай 500 км дейтін болсақ, оның бар алатын биіктігі 2-2,5 метрге дейін жетеді. Яғни Сауран қаласы кезінде мықты, жауды көп кіргізбейтін қамал ретінде көп қарастырады. Қазіргі сәтте Сауран Түркістан облысының солтүстік батысының 30 км жерде орнатылған. Сауран қаласының жалпы негізі Сырдария бойында орналасқандықтан оның қаланың сыртында су құбырлары болған. Және қаланың ішкі негізіне қарайтын болсақ, ол жерде құдық болғандығы және сумен еркін байланыс болғандығын көре аламыз. Біз сыртындағы көріп тұрғандарымыздағы бұл сыртқы қорғанысы, жалпы тарихшылар Сауран қаласында 3 бірдей қамал болған деп есептейді. Қамалдың биіктігі 2,5-нан жоғары болған және олар ішінен кірпішті өріп, сыртынан сазбалшықпен қаптаған деп есептейді. Біздің көріп атқанымыз төмендегі бұл құдық дөңгелек негізде спираль сетті етіп өрілген, ішінде судың тұнық әрі таза және суық болуы олар үшін маңызды болған. Енді Сауран үйіндегі жаңа мен айтып кеттім ғой, су еркін құбырлар жүйесі болған. Қаланың сырты қоршалып тұрғанымен де оның сыртынан сулар өтетін әртүрлі жуандықтағы құбырлар болған. Мысалы, біз үйдің ішіндегі хауызды көре аламыз және бұл бөліктер мешіттің бөліктері. Жалпы Сауран қаласының негізгісі ол мешіт болған, мешіттің куполы үлкен, негізі жан-жақты болған деп есептейді. Біздің көріп атқанымыз бұл геометриялық негізде бірнеше қабатты етіп өрілген, жоғары биікке қарай бағытталған.
Көне тарихи қалаларды айтқан кезде міндетті түрде Отырарды айта кеткен жөн. Өйткені кезінде атақты қаншама қазақ қалаларының елінің астанасы болған, орталық болған негізде осы Отырарды атап кетуімізге болады. Отырар бұрынғы деректерде Тұрар, Тарбағат, Фараф деген есімдермен бізге аян. Тайқазанның сыртында Сұлыс, Кофе негізді өрнектермен қатар жалпы тайқазанның негізі 5 бөліктен тұрады. Оның өрнектерінің өзі ерекше. Жалпы Әмір Темір 1399 жылы бұл тайқазанды Иран шеберіне жасатқан болатын. Оның сыйымдылығын айта кеткен болатынбыз 3000 литр деп. Жалпы бұл құрылымдық бетінде пайғамбардың сөздері мен Құран кәрімнен алынған хадистер бар. Және сыртқы бейнесінде жаңа айтып өткен күміс, мыс, қола сынды мықты деген металдардың барлығы да қолданылған. Және жалпы тайқазан деген ұғым, қазан ұғымы қазақ мәдениетінде өте жоғары негіз алады. Оның пішінінің дөңгелек болуы жалпы көшпенділер үшін тайқазанның орны ерекше. Егер біз көп айтатын болсақ, онда киіз үйдің ішінде де ең қасиетті деген орын ол ошақтың басында қазанның маңы деп аталатын болған. Сондықтан да бұл тайқазанның орны жоғары. Қазіргі кезде орталық залда орналасқан бұл тайқазанның негізінде әр келген турист жақына көруге мүмкіндігі бар. Енді келесінде біз бұл кесененің ішінде құдықхана, шілдехана және көптеген шығыс моншасы бар екендігін, әртүрлі бөліктер бар екендігін барлығымыз білеміз. Бірақ дегенмен де оның әрқайсының өзіндік орны бар екенін, жүйесі бар екенін көбі біле бермейді. Жалпы кесененің порталы тіктөртбұрышты негізде болғанымен, оның ішінде астына түсетін үңгірлер, әртүрлі жолдар бар екенін бәріміз білеміз. Және құдықхананың өзі ағашпен әсемделіп, сыртымен қоршалып, негізі жан-жақтан жарық түсетіндей етіп жасалған. Ал шілдехана 22 метр арақашықтықта орналасқан, яғни бұл комплексті жүйе болғандықтан кесененің жан-жағында бірнеше кесенелер, бөліктер және әртүрлі бөлмелер бар. Кесененің негізі бұл білім беру ошағы болғандықтан көптеген бөлмелер жарық түсетіндей, жарыққа жаңағы ашықты негізгі терезелер болғандығын айтуымызға болады. Шығыс моншасына келетін болсақ, бұл шығыс моншасы кесенеден 150 метр арақашықтықта орналасқан. Жалпы орта ғасыр кезеңінде қазақтардың жаңағы қазақ жерін мекендеген түркі халықтардың көбіне таза болғандығы, ислам дінінің келуімен байланысты олардың жаңағы шығыс моншасының өзінің ерекшелігі бар. Өйткені оның сыртының бірнеше құбыл болуы және қазір көбіне түрік сериалынан көріп жүрген шығыс моншасының негізі бізде де болғандығын дәлелдейді. Бұл кесененің өзінде астында құбыр жүйесі бар, барлығы сонымен қамтамасыз етілген, сыртындағы кірпіш күйдіріліп, бір-біріне әсемделіп етіп өрілген. Жалпы сіздерге айтатыным, қазақ жеріндегі біздің көне тарихи қалаларымыздың тарихын біле жүрейік. Өйткені бұл біздің бүгінгі күнге қалай жеткеніміздің бірден бір көрсеткіші болайық. Назарларыңызға рахмет. Үйде болыңыздар, біз біргеміз.